Бізді қазіргі өмірімізден өзіміздің қалаған өмірімізге әкелетін нәрсе ол біздің ішкі жан дүниеміздің сезімі. Яғни орысша айтқанда состояние. Состояние твоего текущего момента. Сіздің дәл қазіргі жағдайдағы сіздің сезіміңіз. А нүктесінде сіз қобалжып тұрсыз, иә? Сізде бір қорқыныш бар. Жалпы өмірлік фоныңызда, фон деген жалпы бір өмірлік тұрақты бір сіздің күйіңіз. Несиеңіз бар, бала шағаңыз бар деген сияқты. Немесе мектепте, оқу орнында, жұмыста бір сынақтар, қиыншылықтар бар сіздің ойыңызша. Енді сіз осы жағдайдан, яғни А нүктесінен Б нүктесіне өтуіңіз керек. Біздің өміріміз бізбен болып жатпайды. Біздің өміріміз біздің ішімізден шығады әрдайым. Бұл өмір айна. Бірақ бұл өмірлік, бұл кеңістік айнасы және осы айнаның ерекшелігі кішкене бір уақыт салып қана өзгереді. Яғни сіз үйдегі айнаға қараған бойда сіз өзіңіздің келбетіңізді көрсеңіз, ал бұл өмірлік айнаға қарағанда сіз ең бірінші өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді, ішкі күйіңізді, сезіміңізді өзгертесіз. Содан кейін біртен бір бара-бара, жайлап, осы айналаңыз өзгере бастайды. Трансформацияға ұшырайды. Бұл ақиқат, бұл міндетті түрде болатын нәрсе. Кішкене бір кедергімен, бірақ міндетті түрде өзгереді. Бірақ енді кейбір адамдарда осы айналасы тез өзгереді. Айтады ғой, мен ойлап қалдым бірдеңені. Сол ойлағаным көп кешпей келді алдыма. Ал кейбір адамдарда енді 2-3 күн, немесе ай, немесе жылдап өтеді. Бұл сол әрбір адамның наным сенімдері мен қорқыныштарына байланысты. Сол наным сенімдері, қорқыныштары блок болып тұр. Енді біз мысалы ақша қалаймыз, көбірек ақша болса екен, немесе көлікті қалаймыз, немесе саяхаттап жүргенімізді қалаймыз, үйді қалаймыз деген сияқты. Бірақ негізінде біз сол үйді қалағанда, ақша қалағанда, сол үй мен ақша емес бізге керегі. Сол үйді алғандағы біздің көңіл күйіміз, сол ақшаға ие болғандағы біздің көңіл күйіміз, сол көлікті жүргізгендегі біздің көңіл күйіміз. Міне ең басты нәрсе. Сондықтан сол көлік керек болса, сол ақша керек болса, сол жұмыс керек болса, сол үй керек болса, сол нәрсе сіздің өміріңізде бар болғанда сіз қандай сезім сезер едіңіз, сол сезімді қазір өзіңіздің дәл қазіргі күйіңізге алып келу. Яғни, осындай бір көлікті қалайсыз? Сіз елестете білдіңіз, дұрыс па? Миыңызбен, өзіңіздің бағанағы санаңызбен елестете білдіңіз, қандай көлікті қалайсыз. Бірақ сол көлікті алатын сізде әзірге мүмкіндік жоқ, және сізде сіз сенімсізсіз. Сол көліктің сізде болатынына. Сіз ойлайсыз, жалақым болса 200 мың теңге, ай сайын осындай несием бар деген сияқты. Қайдан маған бұл көлік? Сіздің мақсатыңыз сол қайдан деген нәрсені ысырып тастау. Сол көлікті елестетіңіз. Содан кейін сол көлік сізде болғанда сіз қандай сезім сезер едіңіз? Қандай күйде болар едіңіз? Соны осы сіздің кеудеңізге алып келіңіз, жүрегіңізге алып келіңіз. Көзіңізді жұмыңыз. Жайлап бір демалыңыз. Терең демалыңызға болады. Ойыңызды
дәл қазіргі сәтке алып келіңіз. Алып отырған деміңізге назар аударыңыз. Өміріңізде не нәрсе бар, соған шынайы алғыс айтыңыз. Алып отырған тынысыңызға алғыс айтыңыз. Ішкен суыңызға, жеген тамағыңызға, өміріңізде болған, болып жатқан, немесе болатын кез келген нәрсеге алғыс айтыңыз. Сіздің ой қиялыңыз бойынша ол қаншалықты жаман болсын, ол сіз үшін керек болды, сіз үшін сабақ, тәжірибе болды. Соның барлығына алғыс айтыңыз. Өзіңізді, өміріңізді толықтай қабылдаңыз. Осы уақытта мына жүрегіңізде жеңілдік, сондай бір махаббат сезімі пайда болады. Енді осы сезімнен сол көлігіңізді жайлап қиялыңызға алып келіңіз. Сол көлігіңізге ішіңізден, денеңіздің ішінен қараңыз, яғни сіз өзіңізді сыртынан қарамаңыз, сол көлікті өзіңіздің көзіңізбен көріп тұрғандай қараңыз. Түсі қандай, түрі қандай. Көліктің есігін ашыңыз, иісін сезіңіз. Отырыңыз. Рөлді былай сипаңыз. Қалай? Терінің иісі, кожаның иісі. Керемет пе? Сол көлік сіздікі. Қандай сезімдесіз? Қасыңызда бір жақын адамыңызды елестетіңіз. Анаңыз ба, туысыңыз ба, балаңыз ба, досыңыз ба. Сол жақын адамыңыз сізді құттықтап жатыр. Құттықтаймын, сен өз дегеніңе жеттің, арманыңа жеттің деп жатыр сізге. Осы кезде қандай сезімдесіз? Жайлап қозғалтып, көлігіңізбен бір жүріп қайтыңыз. Осы сезімді бір 10 минутқа, 15 минутқа, 20 минутқа, 1 сағатқа жайлап сезініп көрсеңіз, күніне 1 рет болсын, 1-2 рет болсын, яғни таңертең немесе кешке. Осы жағдайды тек көлікке емес, сол ақшаға, үйге, немесе бір атақты адам болғыңыз келе ме, сондай бір жұмыста жүргіңіз келе ме, абыройлы болып. Осы нәрсе құпиялардың құпиясы. Осы нәрсе сіздің өміріңізді бұлай өзгертетін. Қалай келеді сіздің өміріңізге, бұл сіздің шаруаңыз емес. Бұл бізді жаратқан құдіретті күштің шаруасы. Қазір сіздің жасағаныңыз бұл заказ. Және есте сақтайтын нәрсе, бұл өмірде өткен шақ, болашақ деген болмайды. Барлығы дәл осы сәтте болып жатыр. Осындай көлігі бар, осындай ақшасы бар Артур, Айгүл, Марат дәл осы сәтте өмір сүріп жатыр. Біздің мақсатымыз ішкі жан дүниемізді өзгерту арқылы сол бір вибрацияға өтіп, сол нәрсені өзіміздің физикалық өмірімізге алып келу. Міне, жасап көріңіз. Сізге уәде беремін, бұл орындалады.